Біз тым көп уайымдаймыз, біз оны тым байсалды қабылдаймыз. Біз бәрін оңайырақ қабылдауымыз керек. Бірақ ақылмен жүйкемізді құртпай, ең бастысы ойлану керек және ақымақ істер жасамауымыз керек. Жаныңыз бен жүрегіңіздің барлық күшін қажет емес адамға бермеу үшін өзіңізді құрметтеңіз. Достықты жоспарламайды, махаббат туралы айқайламайды, шындықты дәлелдемейді. Менен көргеннің бәрі менікі емес, бұл сіздікі. Сізден көргенім менікі. Адамнан көңіліңіз қалғанда сіз түсінесіз, ол соншалықты жаман емес. Оған ол лайық болғаннан да жақсы қарым-қатынаста болған және оның қолынан келмейтін нәрсені күткен сен едің. Бақыт туралы 5 минут сөйлеуге болады, артық емес. Бұл жерде айтатын ештеңе жоқ, тек сіз бақыттысыз, ал адамдар түні бойы бақытсыздықты айтады. Жалғыздық айналадағы адамдардың жоқтығынан емес, сіз үшін маңызды болып көрінетін нәрселер туралы. Адамдармен сөйлесе алмауыңыздан немесе сіздің көз қарасыңыздың басқаларға қабылданбауынан туындайды. Егер сізде бар нәрсені бағалай білсеңіз және идеалды іздеуде өмір сүрмесеңіз, сіз шынымен бақытты боласыз. Өмірдің бір заңы, бір есік жабылса, екіншісі ашылады дейді. Бірақ бар бәле, біз жабылған есікке қарап, ашылған есікке мән бермейміз. Ақымақ адамды екі нәрседен тануға болады. Ол өзіне пайдасыз нәрселерді көп айтады және өзінен сұралмаған нәрселерді айтады. 100-ден батыр туады, 1000-нан адам туылады, ал кемел адамды 100 000-нан да табылмауы мүмкін. Дүниедегі барлық нәрсе энергия. Энергия барлық нәрсенің негізінде жатыр. Егер сіз өзіңіз үшін жасағыңыз келетін шындықтың энергетикалық жиілігін реттесеңіз, сонда сіз өзіңіздің жиілігіңізге дәл келетін нәрсені аласыз. Бұл философия емес, бұл физика. Адамдар басқа жаққа көшіп кетсем бақытты боламын деп ойлайды. Бірақ адам қайда көшіп барса да, сол жерге өзін бірге алып барады.